Қоғам қайраткері. Қандай нәрсе болса да, махаббат болмаса, адам ештеңеге жете алмайды. Ақын. Ең басты өмірдегі жазу, ол жүректегі жазу. Сазгер. Ысқақов әкім Әбдіхайымұлы деп жазып қойған. Үйге келгенше жылап келдім. Әдебиет әлемі біздің назарда. Күліп оян бағдарламасының кезекті қонағын қарсы алайық. Құрметті қонағымыз, алғаш қазақ тілінде жазылған заңның авторы, жыл адамы, ақын, композитор, қазақтың мақтанышы Әкім Ысқақ. Және Арман Құдайберген. Қош келдіңіз аға. Қазақ тілінде жазылған тұңғыш көші-қон туралы заңның авторы Әкім ағамыз. Бірақ дегенмен саяси жағынан бір бөлек, Әкім ағамыздың әдебиет саласында салып кеткен сара жолы, дара жолы. Салып жүрген деп айтайық. Салып жүрген. Әлі де салатын деп қояйық. Әлі де салатын жолы арқылы көрермендерге кеңінен таныс. Әкім ағам осы Алматыға келді деген кезде біздің телеарнаға емес, жалпы адамдар іздеп жүріп, бірінен кейін бірі бүгін зорға келіп отыр. Оқырмандары қашан аға, қашан уақытыңыз бұл нені білдіреді? Бұл оқырманның авторға деген сүйіспеншілігі деп. Қашандай өмір қымбат, адамдық сенім қымбат, байлығында дүние бәрінен де көңіл қымбат. Әкем, жан әкем, асқар тауым тірегім. Әкем, жан әкем, саулығыңды тіледім. Әкем, жан әкем, асқар тауым тірегім. Әкем, жан әкем, саулығыңды тіледім. Шымырлатқаны денені, көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені, көк тудың желбірегені. Бойым тұңғышым, жаным менің, көкіректе таусылмас әнім едің. Бой жетсең де қызым-ау көрінесің, көп кішкентай көзіме әлі мені. Көңілдің дара шыңы, өмірдің бара сала, өзіңсің қызым мені, көзімнің қарашығы. Әкім Ысқақтың сөзіне жазылған Дүйсенбі Құбаевтың әні «Жаса мәңгі Астанам». Шаттығым шырқалған, ару қалам Астана. Шаттығым шырқалған, ару қалам Астана. Құрамандар, менің де жұдарақтай жүрегімді, дүниеде түсінетін бір адам бар. Менің де жұдарақтай жүрегімді, дүниеде
түсінетін бір адам бар. Anyone